Мына пирогтың құрамына ешқандай да жұмыртқа қосылған жоқ. Жасалу жолы өте оңай. Бір жасағаннан шығатын дәмді пирог дайындайтын боламыз. Видеоны соңынан тамашалаңыздар. Ең алдымен бізге ыдысымызға осы ұнды саламыз. Үстіне қантты және қопсытқышты, яғни разрыхлительді салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді үстіне сұйық май, бір ас қасық уксус, менде яблочный 6%, жылы сүт міндетті түрде жылы болу керек. Жақсылап барлығын араластырамыз. Массамыз дайын. Осын енді формамызға салып, құйып 170-180 градуста 40-50 минуттай пісіріп аласыздар. Міне осымен дайын. Қалауынша бетіне сахарный пудра сепсеңіздер болады. Осылай формасынан аламыз. Міндетті түрде пирогты суытамыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын.